Саламатсыңдар ма балалар? Бүгін бізде әдебиеттік оқу пәні бойынша 3-ші сыныптың 68-ші сабағы. Сабағымыздың тақырыбы халық поэзиясының алыбы. Ендеше сабағымызды бастайық. Бірінші тапсырма түсініп оқу. Жамбыл Жабаев туралы әңгімеле. Жамбыл Жабаев қазақ халқының көрнекті ақыны, жыршы, жырау. Жамбыл Жабаев 1846 жылы дүниеге келіп, 1945 жылы дүниеден өткен. Қазіргі Жамбыл облысының Хантауы мен Жамбыл тауының етегінде туған. Жамбыл Жабаевты нағыз ақын ретінде байтақ елге танытқан айтыс өнері. Екінші тапсырма естелікті түсініп оқы. Жәкем. Бір күні кешкілік есік алдына мәшине келіп тоқтады. Мәшинеден қимылы ширақ адам түсті. Ол амандықтан соң Жамбыл атамды тез киіндіріп алып кетті. Біз ешнәрсе түсінбестен үнсіз қалдық. Ертеңіне ұйқыдан сергек ояндым. 2-3 жігіт түсіп шығып жүр. Ауыл адамдары лезде жиналып қалды. Ал енді құлақтарыңызды тосыңыздар деді. Кішкентай қара қорап радио екен. Арғы жағынан Жәкем жырларын төгуде. Адамды асығыс алып кеткен ақын Әбділда Тәжібаев екен. Алматыда өткен ақындар айтысына қатыстырылыпты. Жәкем жүйрік шығып, Мәскеуде өтетін Қазақстанның мәдениеті мен өнерінің 10 күндігіне қатысқан болыпты. Кейіннен Жәкемді қарсы алуға Алматыға келдік. Пойыз тоқтағанда өнер адамдарымен бірге атам да түсті. Адамның көптігі сонша мен топтың арасында қалып қойдым. Атам сондағы адамдарға: осында менің бір қара қызым болу керек, оны маған жіберіңдерші депті. Көпшілік екі бөлінгенде атам мені іздеп жан-жағына қарап келеді екен. Ата, дедім. Даусымды естіген Жәкем мені көтеріп алды. Маңдайымнан иіскеп еркелеткен соң қасына ертіп жүрді. Ділдәхан Жамбылова, Мөлдір бұлақ журналынан. Естелік: өмірде шынайы болған атақты тұлғалар мен оқиғалар жайында көзбен көріп, куәгер болған адамдардың баяндап беруі. Үшінші тапсырма берілген мәтіннің естелікке жататынын дәлелде. Естелікті жазған кім, ол кімді есіне алады? Берілген мәтін естелікке жатады, себебі атасы Жамбыл туралы немересі жазып отыр. Естелікті жазған Ділдәхан Жамбылова, ол атпен Жамбылды есіне алды. Келесі 4-ші тапсырма мәтіннен әке сүйіспеншілігі айтылған тұстарды тауып оқы. Осында менің бір қара қызым болу керек, оны маған жіберіңдерші. Даусымды естіген Жәкем мені көтеріп алды. Маңдайымнан иіскеп еркелеткен соң қасына ертіп жүрді. Келесі 5-ші тапсырма. Жамбыл ата сендерге де мейірімді сөздерін арнаған. Тыңда. Шәкірт балаларға балдырған балғын балалар жасынан білім ойлаған. Айналам сендей жеткіншек, қарасам көзім тоймаған. Мәуелі сендер бәйшешек, өмірдің жазын тойлаған. Ұялы мен бір бәйтерек, ортаңда көктеп бойлаған. Сендерді қоссам жырыма, саңқылдап үнім сайраған. Қаздаңдап кәрі саусағым, ішектеп ойлап ойнаған. Мектептен сендер келгенше тағы да бір жыр ойланам. Келген соң айтып бермесем, балалар кінә қоймаған. Келесі 6-шы тапсырма. Суретке сай келетін өлең жолдарын тап, мағынасын түсіндіріп айт. Мәуелі сендер бәйшешек, өмірдің жазын тойлаған. Ұялы мен бір бәйтерек, ортаңда көптеп бойлаған. Міне балалар, тапсырмалардың бәрін орындадық. Сабақ аяқталды. Сау болыңдар.